пирамида және оның элементтері дұрыс пирамида. Пирамидалар біздің өміріміздегі алатын орны өте маңызды. Кез келген құрылыс саласында немесе бұрынғы Египет тарихын зерттейтін болсақ, пирамидадан құрылған ғимараттар өте көп болған. Сондықтан бүгінгі тақырыбымызда осы пирамиданың элементтері, пирамиданың қасиеттерімен танысамыз. Оқу мақсатымыз. Сабақтың оқу мақсаты пирамиданың анықтамасын, оның элементтерін, пирамидалардың түрлерін білеміз, оларды жазықтықта кескінде алуды үйренеміз. Ал сабақ мақсатымыз пирамиданың түрлерін, элементтерін білетін боламыз, және дұрыс пирамида қасиеттерін есеп шығаруда қолдана алатын боламыз балалар. Қазір әрмен қарай QR код арқылы топқа бөлінеміз. Енді оқушылар топқа бөлініп алды. Енді әр топтан бір-бір оқушыдан шығып пирамиданың элементтері және қасиеттері туралы түсінік берсеңдер. Дұрыс пирамида. Егер пирамиданың табаны дұрыс көпбұрыш болып, ал биіктігінің табаны осы көпбұрыштың центрімен дәл келетін болса, онда ол дұрыс пирамида деп аталады. Дұрыс пирамиданың қабырғалары тең, бүйір жақтары тең бүйірлі үшбұрыштар. Дұрыс пирамиданың бүйір жағының төбесінен жүргізілген биіктігі апофема деп аталады. Дұрыс пирамиданың кейбір түрлері. Бізде бұл төртбұрышты дұрыс пирамида. H биіктік дегеніміз бұл S төбесінен табан жазықтығына жүргізілген перпендикуляр. Ал SO дегеніміз бізде дұрыс төртбұрышты пирамиданың осі. Ал апофема дегеніміз ол S төбесінен табан қабырғасына жүргізілген биіктік. Дұрыс үшбұрышты пирамида дегеніміз табанның барлық қабырғалары тең және бүйір қабырғалар өзара тең пирамида. Ал егер барлық қырлары тең болса, ол дұрыс тетраэдр болады. O нүктесі дегеніміз ол сырттай және іштей сызылған шеңбердің центрі. O нүктесі медиана бисектриса биіктіктің қиылысу нүктесі. Келесі тапсырма балалар жұппен жұмыс деп аталады. Бұл жерде достармен кездесу уақыты тапсырманың аты. Мынау алдарында балалар дискриптор балдары тұрып, осы балдар бойынша сендерге тапсырмаға баға қоямыз. Ол тапсырмалар алдарында тұр. 4 тапсырма болады, мына уақытымен, достармен кездесу уақыты. Сендер осы уақытта, қай уақытта қандай жұппен жұмыс істейтіндігін белгілеп тапсырманы орындауға кірісеміз. Жұптарыңды таңдап болсаңдар бірге жауап беретін. Онда сағат 12-дегі тапсырманы көрейік. Сағат 12-дегі тапсырма. Оқушы келесідей тұжырым жасады. Үшбұрышты пирамида тетраэдр. Ал дұрыс үшбұрышты пирамида дұрыс тетраэдр. Оқушының айтқаны дұрыс па? Кез келген дұрыс үшбұрышты пирамида дұрыс тетраэдр бола ала ма? Я жоқ деген жауап берулерің керек. Қай топтан кім жауап береді? Оқушының айтқаны дұрыс емес, кез келген дұрыс үшбұрышты пирамида дұрыс тетраэдр бола алмайды. Себебі дұрыс үшбұрышты пирамидада табан қырлары өзара тең, ал бүйір қырлары өзара тең болады. Ал тетраэдрда барлық қабырғалар тең болады. Дұрыс жауабын тексерейік. Жауабы жоқ. Себебі әдейі жақсылап түсіндіріп кетті. Дұрыс тетраэдр дегеніміз барлық қырлары тең үшбұрышты пирамида. Келесі сұрақ өтеміз. Достармен кездесу тапсырмасының 4-ші сұрағы балалар сендерге сағат 9-дағы жұп бойынша жұмыс істейміз бәріміз. Тапсырма былай болады. Егер де пирамида табанында катеттері 6 см және 8 см болатын тік бұрышты үшбұрыш болса, ал бүйір қырлары өзара тең және олардың ұзындығы 13 см болатын болса, пирамиданың биіктігін табыңдар дейді. Дайындалайық сұраққа. Сұраққа дайын оқушылар бар ма? Есептің берілгені бойынша біз формуланы қолданатын болсақ, онда пирамиданың биіктігі 12 см шығады. Дұрыс жауабын тексерейік балалар. Бұл сұрақтың дұрыс жауабы 12 см. Өте дұрыс. Жарайсың. Келесі тапсырма балалар. Жеке жұмыс тапсырмасы. Zipgrade программасы бойынша жұмыс істейміз.
пирамида тақырыбындағы тест, алдарында слайдта 20 сұрақтан тұратын тест тапсырмасы бар. Сол 20 сұраққа алдарындағы парақшаларға белгілеп шығарамыз. Шығарғаннан кейін мен оны программа бойынша тексеріп, сендерге дұрыс жауаптарыңның қанша балл жинағандарын айтамын. Енді бірінші тапсырмаға келіп тоқталайық. Бірінші сұрақ, пирамида деп аталатын көп жақ ол мыналардан тұрады. И мынау А, Б, С нұсқаларының ішіндегі анықтаманың қайсысы дұрыс келетінін белгілейміз. Тапсырма түсінікті ғой деймін балалар. 15 минут уақыт беріледі. 20 сұраққа жауап берулеріңді талап етемін. Мынау ZipGrade программасы бойынша сендердің тест тапсырмаларын тексеріп шықтым. Сканерлеп. Нәтижелермен таныстырып өтейін. Арыс Айзере 20 сұрақтан 18 балл жинады. Ерасыл 20 сұрақтан 17 балл дұрыс жауап берген. 17 сұраққа. Жәудір 20 сұрақтың 19-на дұрыс жауап берген. Асанбай Диас 20 сұрақтың 16-сына дұрыс жауап берген. Және Дәулен 20 сұрақтың 18-іне дұрыс жауап берген. Ең жоғары алған балл жинаған оқушыларымыз. Жарайсыңдар, кән қошемет көрсетіп қояйық. Қалған оқушыларымызды жинаған балдарың өте жақсы. 15 демек тақырыпты дұрыс түсіндік деген ойдамын. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе балалар, біз нені үйрендік? Нені білдік, нені түсіндік? Біз пирамиданың элементтерін, пирамиданың қандай элементтерін, қасиеттерін түсіндік. Оларды есептер шығаруда қалай қолданамыз, қолдану білуді білдік. Және қиық пирамидаларымыз не, пирамиданың қандай элементтерді, қандай жағдайда қолданатынымыздың бәрін түсіндік, білдік деп есептейміз. Енді кері байланыс ретінде балалар, мына төмендегі сұрақтарға жауап берсеңдер. Мысалы, бірінші сұрақ, мен сабаққа қалай қатыстым? Белсенді қатыстым деген кері байланыс ретінде сендердің жауаптарыңды күтемін. Үйге тапсырма, балалар, оқулықтан 6-да 12 және 6-да 13 есептерді шығарып келеміз.